Бәріне сәлем, бұл тез мультик. Бүгін Inside Out деп аталатын мультик көреміз. Орысшасы головоломка, ал қазақша атының бірнеше нұсқасы бар. Бас бөлігіндегі шытырман, ой жұмбақ, енді ой жұмбақ деген артығы. Орыстардың сөзбесіз аудыра салған ғой. Бас немесе ми бөлігіндегі шытырман деген жақсы келеді. Әдеттегідей бұл мультикке өз бағаларың мен мультик туралы ойларыңды комментарийде жазыңдар. Бастадық. Дүниеге бір сәби келеді. Қызға Райли деген ат қояды. Ал мына оның басындағы алғашқы эмоциясы шаттық. Ол Райлиді мәз-майрам қып қуантады. Бұл қыздың алғашқы жылы естелігі. Кенет қыз жылайды кінга деп. Сөйтсе депрессияны тудыратын эмоция қайғы-мұң пайда болыпты. Уақыт өте келе оларға қорқыныш қосылады. Ол Райлидің қауіпсіздігіне жауап береді. Дәмсіз ас ішетін кезде жиіркеншілік пайда болады. Ал мынау ашу-ызаның себепкері Ашубек. Қайғы-мұң ненің себепкері? В общем, түсіндіңдер. Ал мына жерде естеліктер. Көбісі бақытты естеліктер, бірақ маңыздылар осы жерде. Райлидің өміріндегі маңызды сәттерінен алынған негізгі естеліктер. Негізгі естеліктерден осындай аралдар туындайды. Достық аралы, тентектік аралы, отбасы аралы, адалдық аралы, және жақында пайда болған хоккей аралы. Райли қабырғаға сурет салады. Жерді лава деп елестетіп диваннан креслоға секіреді. Құрбысымен мұздай сусын ішіп коньки тебеді. Өскенде хоккей ойнап ұйқыға жатады. Ұйқыға кеткенде естеліктері аралдарға жеткізіліп, оларды күшейте түседі. Таңертең күтпеген жерден олар үйлерін сатып басқа қалаға жол жүреді, яғни көшеді. Жолда шаттықтар Райлидің үйі қандай болатынын қиялдауда. Отбасы жаңа үйлеріне жетіп, үй Райлидің қиялындағыдай болмай шығады. Қыз өліп қалған тышқанды көреді де, өзінің бөлмесін көруге келеді. Онша емес екен. Алайда шаттықтар заттары қай жерде тұратынын қиялдап, қыздың көңілі көтеріледі. Алайда жүк машинелері әлі келмеген. Басқа күні келеді деп әкесіне хабарласыпты. Қыздың ата-анасы ұрысқалы жатқанда шаттық қызға идея тастап, отбасы хоккей ойнауға кіріседі. Райли мамасына әже деп прикол ұстап қояды, бірақ кенет әкесіне жұмыстан хабарласып, ол кетеді. Қыз мұңайып қалады. Шаттық жолдан пиццерия көрген еске түсіріп, анасы мен қызы пиццерияға келсе, ол жерде пиццаның бір-ақ түрі бар екен, брокколимен. Пиццериядан шығып, анасы қыздан сапарда не ұнағанын сұрағанда, қыз әкелері оларды суретке түсірген кез деп жауап береді. Кенет естелік көңілсіз көк болып кетеді. Бұл қайғы-мұң екен бүлдірген. Естелік енді мұңды боп өзгермей қалады. Сол сәтте тентектік арал іске қосылып, Райли сырғанап түспек болады. Алайда арал өшіп қап, қыз айнып қалады. Бұның себепкері тағы да қайғы-мұң екен. Арал қайта қосылып, Райли сырғанап түседі. Шатты қайғы-мұңға ұрсады, тиіспе деп. Ол болса кешірім сұрап, не үшін солай істейтінін өзі де түсінбейтінін хабарлайды. Шаттық оған позитивті болуға кеңес беріп, көңілді сәтті еске түсіріп көрші дегенде, қайғы-мұң соңында ит өлетін көңілді кино есіңде ме дейді. Шаттық оны нұсқаулықтарды оқуға алып келіп, қап, жұмысым болмағанда осылардың бәрін оқушы едім, сенің жолың болды деп, оны сол жерде қалдырып кетеді. Райли ата-анасына түсіп, қайырлытын айтуға келесіңдер ме деп сұрағанда, анасы қазір барамыз деп тіл қатады. Сөйтіп оларды күтіп жатқан Райли сықырлаған дыбыстан шоши бастайды. Жиіркеншек, қорқыныш және Ашубек ойбайлап сөз таластырып жатқанда, шаттық оларды сабыр сақтауға шақырады. Ашубек есікті құлттап алып, ақырын боқтауды сынады. Сөйтіп тұрғанда қызға анасы келеді. Анасы әкесінің жұмысы қиынға соғып жатқанын айтқанда, Ашубек бізге уақыты жоқ деп айғайлап, қыздың қабағын шытқызады. Кенет анасы қызына осындай жағдайда көңілді болып қалғаны үшін рахмет айтып, Ашубектерді таңғалдырады. Содан тізгінді шаттық өз қолына алып, Райли анасына көңілді болып жүретінін айтады. Анасы оған қайырлытын айтып кетеді. Райли ұйқыға батып, бәрі демалуға кетеді. Тек шаттық қалады кезекшілікте. Бұл Райлидің түсі. Ол өте қорқынышты болғандықтан шаттық өз қолына алып, қыздың кішкентай кезіндегі ата-анасымен бірге конькимен кәшеніп жүрген естелігін қосады. Таңертең ол көңілді музыкасымен бәрін оятуда. Райли көңілді болып таңғасын ішіп отыр. Бүгін оның жаңа мектептегі алғашқы күні. Шаттық шеңбер сызып, қайғы-мұңды қамап қояды, шеңберден шықпай, деп. Райли үйден шығып мектепке жетеді. Сыныпқа апайлары кіріп, қыздан өзін таныстыруды сұрайды. Қыз өзі туралы, бұрынғы қаласындағы өмірі туралы айтып жатыр. Кенет қайғы-мұң тағы бүлдіреді. Шаттық оған ұрсып, естелікті алып тастауға тырысады, бірақ қолдарынан келмейді. Қыз жылап жатыр. Қайғы-мұң жосқа бүлдіріп жатыр екен. Шаттық естелікті алып тастап, қайғы-мұң тоқтатқанда, мұңды негізгі естелік пайда болады. Шаттық
Шаттық оны қоқысқа тастағалы жатқанда қайғымың не істеп жатсың деп шығып, нәтижесінде аралдар өшіп қалады. Себебі қоректендіретін естеліктер түсіп қалды. Шаттық бақытты естелікті ұстауға тырысады, алайда естелік тұрмай қайғымың екеуі ұшып кетіп, жаңақ тұрған үшеуі шок болады. Райли эмоциясыз қалады, не жыламайды, не қуанбайды. Шаттық қайғымың екеуі трубамен ұшып баратыр. Олар балалар батуты сияқты жерге топ ете қалады. Көк пен сары қыз аралдардың өшіп қалғандарын анықтайды да бағанағы штаб пәтерлеріне жүгіреді. Сол уақытта Райли отбасымен кешкі ас ішіп отыр. Үшеуі бақылауды қолға алуды шешеді. Анасы Райлиге осы қаладағы хоккей секциясын тапқанын хабарлайды. Райли жақсы бопты деп дөрекілеу жауап береді. Өйткені пультте жиркеншек болды. Анасының басында да эмоциялар бар екен. Әкесінде де бар. Олар хоккей көріп отыр. Әкесі қызынан қалайсың деп сұрағанда, пультті Ашубек шыдай алмай басқаруға алып, әкесі мен қызы нәтижесінде жосқа ұрысып, Райли өз бөлмесіне кетеді. Сол мезетте шаттық пен қайғымың ұмыту тұңғиығы арқылы жүруді шешеді. Өйткені бұл ең қысқа жол. Әкесі қызына кеп жандандыруға және тентектігін оятуға тырысады, бірақ тентектік аралы өшіп тұр. Тіпті ол қирай бастайды. Содан шаттық пен қайғымың шегінуге мәжбүр болады. Тентектік аралы тұңғиыққа кетті. Шаттық осы аралды тудырған естеліктерді есіне алып қайғыруда. Шаттық оптимизмін жоғалтқандай. Райли ұйқыға кетіп, шаттық қайғымыңға ол оянғанда біз өз орнымызда боламыз дейді. Бірақ өтетін жерлері мынадай. Содан шаттық лабиринт арқылы жүруді шешеді. Алайда қайғымың лабиринтте адасып кететінін және нұсқаулықты мұқият оқығанын айтады. Шаттық қайғымың жолдың бәрін біледі деп қуанады. Бірақ қайғымың жата тұрайыншы дейді. Сөйтіп шаттық оны сүйреп келетір. Райли оянды. Қайғымың жолай естеліктерді бүлдіріпті. Кенет бір қызметкерлердің дауысы естіледі. Олардан шаттық жолды сұрайды. Олар болса ескі естеліктерді тұңғиыққа тастауда. Шаттық шығады, бұл естеліктерге тиіспеңдер деп. Олар қумашы деп оны тыңдамайды. Қызметкерлер по приколу бір ескі жарнаманың әні бар естелікті жоғарға жібереді. Райли құрбысымен ұрысып қап, достық аралы қирай бастайды. Қайтадан жол жүруге ниеттенген шаттық алыстан біреуді байқап сәлемдесіп оған жүгіреді. Ол біреу қашады. Оны қуалап жеткенде шаттық оны таниды. Бұл Райлидің қиялдағы досы Бинг-Бонг. Ол өзін танығанына таңғалады және оларды штаб пәтерлеріне қайтару керектігін түсініп, жүріңдер мен сендерге көмектесем дейді. Райли екеуінің ән айтқанда жүретін ракеталары болған. Қазір қызы оны еске алмаған соң, Бинг-Бонг осында жүр екен. Бинг-Бонг жылайды, жастың орнына компьютер. Шаттық оған қайтып оралғанда Райлиге ол туралы еске салатын хабарлап, Бинг-Бонг қуанады. Оның дорбасы бар екен, ойдан шығарылған болғандықтан оған көп нәрсе сияды. Шаттық шәріктерін соған сабалады. Бинг-Бонг пойызы арқылы баруды айтып, станцияға тезірек жету үшін қысқа жолмен баруды ұсынады. Қайғымың нұсқаулықта бұл жер туралы жазылғанын айтып, бұл жақпен жүрмей қояқшы дейді. Бірақ шаттық қоймай қойып, көк қыз жарайды деп келіседі. Райли мектепте түскі асын жалғыз отырып ішеді. Бағанағы екі қызметкер кеп, шаттықтар кірген есікті жауып, Бинг-Бонгдар пішіндерін өзгертеді. Қайғымыңның айтуынша бұл 4 кезеңнің біріншісі, ал мынау екіншісі, үшіншісі мынау. Соңғы кезең мынадай. Қайғымыңның басы деп кетіп, олар әйтеуір шығады. Бірақ пойыздан қалып қалды. Үшеуі өз пішіндеріне оралып, Бинг-Бонг басқа станцияға баруды ұсынады. Шаттық күмәнданып, қайғымыңнан сұрап алады, сол жақта шынымен станция бар ма деп. Сосын олар қиял әлеміне кіріп, бұлт қаласына Бинг-Бонг бұлт мырзаны үрлеп жоқ қылады. Олар лавадан секіреді. Бинг-Бонг ракетасын карталардың арасына тығып қойыпты. Ол картадан жасалған үйді аңдаусызда бұзып қояды. Ал мынау Райлидің қиялындағы жігіті екен. Үшеуі жолдарын жалғастырады. Райли анасымен хоккей секциясына қабылдау емтиханына келеді. Қорқыныш хоккей туралы естелікті жібереді, көмектесіп қалар деп. Алайда оны компьютер түкіріп шығарады. Және Райли соққы жасай алмай жынданып, хоккей алаңынан шығып кетеді. Анасы оны сабырға шақыруға тырысады, бірақ Райли жынданып, хоккей аралы қирауда. Үшеуі ауыздарын ашып тұрғанда қызметкерлер тихаря Бинг-Бонгның ракетасын алып кетіп, оны қоқысқа тұңғиыққа тастайды. Шаттық оны жандандыруға тырысады, бірақ толк жоқ. Бір кезде қайғымың араласып, Бинг-Бонгды одан әрі жылатады. Алайда бұл оны жұбатуға көмектеседі. Содан олар пойызға мінеді. Райли үйге кеп жата қалады. Штаб пәтерде Ашубек бос отырмай бірдеңе істеу керек дейді. Ал қорқыныш болса қашып құтылу керектігін хабарлайды, бірақ бұл қолынан келмейді. Сонда Ашубек бақытты сәттерді өткізген қыздың бұрынғы қаласына аттану идеясын ұсынады. Басқа жақта пойыз тоқтайды, себебі Райли ұйықтап қалды. Қайғымың қызды оятуды ұсынып, олар түс бөліміне келеді. Шаттық қалай оятамыз деп сұрағанда, қайғымың шошытуды ұсынады қорқынышты түспен. Бірақ позитивті шаттық бұған қарсы болып, бақытты түс көрсетсе, ол бақыттан оянады деп қояды. Түсірілім басталды, яғни оның түсі. Мұғалима апай мен оқушыларды актерлары сомдайтын болады, түрлерін фильтр арқылы өзгертеді. Түсті қорқыныш бақылауда, өйткені ол бүгін кезекшілікте. Түсте Райлидің тістері түседі.
Кенет шаттық пен қайғы-мұң ит боп кадрға басып кіреді, бірақ одан Райли оянбайды. Бір кезде костюмдері қақ ортасынан жыртылып қалады. Фильтр арқылы ол ужастик боп көрінеді. Ит екіге бөлініп қалған сияқты. Қорқынышты ан жақтан мандраж ұстап отыр қорқып. Бинг-бонг да кадрға кіреді. Бұның бәрі жүзеге асқан секілді. Алайда күзет Бинг-бонгды алып кетеді. Екеуі тығылып үлгерді. Шаттық пен қайғы-мұң о жақтан шығып, Бинг-бонгды қамап қойған жаққа жүгіреді. Екеуі есікке байқалмай жақындап, қайғы-мұң тарсылдатады. Күзет екеуі қашу үшін шықты деп ойлап, олар ішке кіргізеді. Райлидің қатты қорқатын нәрселерінің барлығы осында жиналыпты. Компьютер арқылы екеуі Бинг-бонгды табады. Алайда ол қорқынышты сайқымазықтың боққарында қамалып отыр екен. Шаттық шығып естеліктерді алып, Бинг-бонгды босатады. Бірақ қашқаннан не пайда? Пойыз жүрмейді ғой бәрібір деп, бұлар сайқымазақты түсте қолдану арқылы Райлиді оятуды шешеді. Содан бұлар іш пыстыратын түс болып атқан жаққа басып кіріп, Райли шошып оянады. Тіпті қорқынышта шошып талып қалады. Үшеуі пойызға асығып отырып алады. Керемет. Жиркеншік пен Ашубекте оянып, Қызыл Ашубек бағанағы үйден қашу идеясын, дәлірек айтқанда туып өскен қаласына оралу идеясын қолдануды шешеді. Сөйтіп қыз автобус кестесін қарап, ертең жүретінін анықтайды. Билетке ақшаны анасының сумышкасынан ұрлайтын болады. Идея авторы Ашубек. Жолда шаттық қайғы-мұңды мақтайды. Жарайсың, сенің арқаңда Райлиді ояттық деп. Қайғы-мұң қуанып қалады. Бинг-бонг Райлидің өсіп кеткенін көріп, ол ракетаға сыймайды ғой дейді. Шаттық бұл өте қуанышты күн болған мәлімдегенде, бұл күн маған да ұнайды деп қайғы-мұң шығады. Өйткені сол күні олардың командасы Райлидің кесірінен жеңіліп қалыпты. Райли анасының сумышкасынан банк картасын ұрлап, адалдық аралы қирап, пойыз жол апаты орын алады. Пойыз рельстерден жерге құлайды. Тұңғиыққа құлап қалып жатқан пойыздан біздікілерді бәрі жабылып жатып құтқарады әйтеуір. Шаттық, мә енді не істейміз дегенде, қызметкерлердің бірі Райли туған қаласына кетуді шешкенін хабарлайды. Оны тоқтату үшін шаттықтар отбасы аралына жүруді ұйғарады. Ол да қирағалы тұр. Райли мектепке кеткенде үйден шығады. Шаттық жоғарыға соратын труба арқылы қайғы-мұңсыз кетуді шешеді. Алайда труба жарылып, ол төмен құлайды. Ойбай, Шаттық деп Бинг-бонг да кетеді төмен абайсызда. Райли көшеде жүріп келеді. Шаттық пен Бинг-бонг төменде. Бинг-бонг қызды тынышталуға шақырып, бұл жерден шығу мүмкін еместігін айтады. Шаттық Райлидің кішкентай кезіндегі естеліктерді көріп, жылай бастайды. Енді Райли бақытты болмай ма деп, одан әрі еңіреп жылайды. Оның жасы бағанағы естелікке тиіп, Шаттық шынымен де бұл көңілді естеліктің алдында қайғы-мұң айтқандай мұңды естелік болғанын көреді. Демек, қайғы-мұңның арқасында ата-анасы және командаластары Райлиді жұбатуға көмекке келді. Қайғы-мұңның маңыздылығын түсінген Шаттық Бинг-бонгға бізге қайтып оралу керек дейді. Бинг-бонг бұл жақтан ешкім оралмаған. Біз басқа планетада сияқтымыз дегенде, Шаттықтың есіне Бинг-бонгның ракетасы түсіп, өлең айту арқылы бұлар оны тауып алады. Бинг-бонг, Бинг-бонг деген өлеңмен. Екеуі осы ракета арқылы жоғарға шығуға тырысады, бірақ жетуге аз қалғанда ракетаның күші жетпей қалады. Бірнеше рет тырысып көреді, бірақ пайдасы жоқ. Қолы жоғалып бара жатқанын көрген Бинг-бонг өзін құрбан етуді шешіп, Шаттыққа тағы бір көруді ұсынады. Содан олар өлең айтып ұшып келатқанда, ол Шаттыққа өлеңді қаттырақ айт деп түсіп қалады. Шаттық жоғарға шықты, алайда Бинг-бонг қалып қалды. Ол қуанады да ғайып болады. Шаттық қатты мұңайып жылайды. Райлидің ата-анасы үйге келеді, бірақ ол әлі үйде жоқ. Автостанцияға кетіп баратқан оған анасы хабарласады. Райли қызылды басып, отбасы аралының бір бөлігі қирайды. Райли автобусқа отыруға кезекке тұрады. Шаттық қайғы-мұңды іздеп таба алмаған соң ол сияқты ойлап көруді шешеді де оны табады. Бірақ ол қашады, менің түк пайдам жоқ деп. Бұлтпен ұшып кетеді басқа айдалаға. Анасы қызына тағы қоңырау шалғанда Ашубек сенімділігін жоғалта бастайды, және олар идеяны шығарып тастауға тырысады. Ол шықпайды, оған қоса пульт қарайып баратыр. Басқару мүмкін емес. Райли ешқандай эмоция сезінбейді. Шаттық Райлидің қиялындағы жігіттердің көп данасын шығарып, дорбаға салады да, қайғы-мұңның ұшу бағытын өзгертіп, Райлидің қиялындағы жігіттері арқылы батутқа құлап, одан секіріп, жолай қайғы-мұңды алып штаб-пәтерге жетеді. Терезелері мықты болғандықтан Жиркеншек Ашубекті жақсылап тұрып ашуландырып, оның оты арқылы терезені тесіп, олар ішке кіреді. Үшеуі Шаттық көмектеседі деп ойлайды. Алайда ол пультқа қайғы-мұңды жібереді. Райлиге қазір сен қажетсің деп. Әлгі үшеуі аң-таң. Содан қайғы-мұң идеяны алып тастап, пульт қалпына келіп, Райли эмоция сезіне бастайды. Және автобусты тоқтатып түсіп қалады да үйге оралады. Шаттық естеліктерді шок болған қайғы-мұңға беріп, давай деп басын изейді. Көк қыз оларды іске қосып, Райли бұл естеліктерді мұңайып еске алады. Сондай жылағың келіп кетеді ғой. Қайғы-мұң пультқа басып, Райли жылап жібереді. Қыз ата-анасына ашылып, бәрін айтып беріп, ашуланбаңдаршы дейді. Ата-анасы оны құшақтап алады. Шаттық қайғы-мұңға бағанағы алғашқы мұңды негізге естелікті қайтарады.
Қайғымың оның қолын пультке қойып, Райлидің көңілі жайланады. Екі түсті негізгі естелік пайда болып, одан керемет бір арал туындайды. Шаттық пен қайғымың бір-біріне сүйенеді. Уақыт өтіп, неше түрлі аралдар пайда болған. Қызметкерлер жаңа пульт орнатып беріпті. Эмоциялар қуануда. Райлилер хоккейге келді. Ата-анасы супер фанаттар болып отыр. Райлидің алдынан бір бала шығып қалады. Сосын қыз алаңға шығып, хоккей ойнауға кіріседі. Мұндай эмоциялар барлық адамдардың басында бар екен. Тіпті мысық пен иттерде бар, ойлаңдаршы. Хоккей алаңы. Әркім өз құрылғы жабдығын дайындауда. Райли хоккей алаңына шығып ойын басталады. Шаттық, сонымен бізде хоккей ойыны басталды, деп комментатор болады Казспорттағыдай. Райлидің ата-анасы супер фанаттар әрине. Жоқ, ойын енді басталады екен. Шаттық Ашубекті пультке шақырып, Райли соның арқасында бір гол соғады. Қорқыныштың көмегімен соғылуды алдын алады және капасын аузына салуды ұмытып кеткен есіне түседі. Бірақ жиркеншік бұл басқа біреудің капасы екенін айтады. Ойын барысында Райли біреуді құлатып қойып 2 минутқа алаң сыртына кетуге мәжбүр болады. Сол кезде оларға қайғымың қосылады. Өздерің байқағандай Райли өсіп қалған кәдімгідей. Оқуда үздік. Жақында 13-ке толып ол ресми түрде жасөспірім атанды және оның тісіне брекет қойды. Аралдар да аздап өзгерген. Достық аралы ең үлкен екен. Және осы аралдардан 91 ең күшті топ. Үй жұмысын орындатуға ешкімнің құқығы жоқ деген сияқты әртүрлі наным сенімдер пайда болады. Мектепте оның бір сыныптасы масқара болғанда, мен жақсы доспын деген наным сенімдерінен қыздың сана сезім гүлі пайда болып, Райли сыныптасын жандандырып, оларға қара қыз қосылып, осылай ол жаңа құрбылар табады. Олардың аты Грейс пен Бри. 2 минут өтті, есеп 3-3. Райли құрбыларымен змейка жасауды шешеді. Және соның арқасында Грейс гол соғып, олардың командасы жеңіске жетеді. Әкесі мұртты бір рет көтеріп алады қуанып. Қуанған құрбыларға жоғарғы сынып бапкері кеп, үшеуін мақтап, хоккей лагеріне шақырады. Егер бапкерге ұнаса, келесі жылы қыздарды өзіне алатын болады. Қыздар келіседі әрине. Кейін түнде Райлиға ата-анасы кеп, оны мақтайды. Келесі аялдама Олимпиада деп. Бірақ Райли күмәнданады, өйткені бағана біреуді шалып, нәтижесінде оның командасы жеңіліп қала жаздады. Бірақ анасы оны жандандырып, олар кетеді. Райли көзін жұмады. Шаттық өзі ойлап тапқан құрылғысын көрсетеді достарына. Ол онша емес естеліктерді қоқысқа лақтырады. Бәрі ұйқыға кеткенде қайғымың тоқтап, шаттықтан сенімен бірге барайыншы дейді. Бірақ күмәнданады, зиян тиіп кете ма деп. Олар наным сенім жүйесіне бара жатыр екен. Сөйтіп олар о жаққа лифтпен жетеді. Керемет жер ғой мынау. Шаттық естелікті суға жіберіп, ол мен жеңімпазбын деген наным сенімге айналады. Түнде барлығы ұйықтап жатқанда бірдеңке пиқылдайды. Барлығы ұйқылы ояу түсіп қараса, пультта бірдеңке жанып тұр екен. Бір кезде қатты жанып кетіп, Шаттық оны шығарып ап, қоқысқа аттандырады. Алайда терезе шағылып, қызметкерлер осы жерді қиратуға келді. Олардың бастықтары жоғарыдан жаңа жұмыс орындарын жасау деген бұйрық келгенін хабарлайды. Кім үшін деп Шаттық сұрағанда, олар әлі жоқ па дейді қызметкер бастық. Райли оянып, қызметкерлер әбетке кетеді. Анасы Райлиге кеп, әлі дайын емессің бе деп ұрсады. Жиркеншек басса да, қайғымың басса да, Ашубек басса да Райли жынданады. Анасы оған өсіп келе жатқанын түсіндіруге тырысады, бірақ Райли жынданады. Шаттық барынша пультке жоламаймыз дейді. Құрбылар мен Райлидің ата-анасы жолға аттанады. Райли құрбыларына бағанағы қара бапкердің командасында Вэл деген күшті қыз бар, және біз мықты ойын көрсетіп, оның командасында ойнайтын боламыз дейді. Бірақ құрбыларының түріне қарап жиркеншек бұл чоты күдікті деп қалады. Және Бридің бірдеңені жасырып тұрғанын анықтайды. Бридің басындағы өзінің жиркеншегі де Райли біздің бірдеңені жасырып тұрғанымызды біледі дейді. Грейс шыдай алмай Бри екеуінде хоккейден басқа бапкер болатын айқайлап жібереді. Өйткені оларды басқа мектепке беріпті. Райли мұңын ішіне сақтап, ештен кетпес дейді. Грейс осы демалыста үшеуміз бір командада тағы бір рет ойнай аламыз деп көңілін көтеруге тырысады. Ал Бри мектептен кейін кездесетіндерін айтады. Райли әрине дейді, бірақ бұрылып жылағысы келіп кетеді. Шаттық жиркеншектер көліктен шыққанша күте тұр деп қайғымыңды ұстайды. Сөйтіп олар жетіп, Райли ата-анасымен қоштасқаннан кейін жылайды. Содан тынышталып ол құрбыларына келатқанда әлгі Вэл деген қызға соғылып қалады. Райли ема деп қуанып кеткен. Кенет пульт оранжевый түске боялады. Бұл жаңа эмоция күйгелек екен. Онымен бірге қызғаншақ та кепті. Ема қанша эмоция? Ұялшақ бар еще. Ол ұялып қала береді. Зеріккіш деген эмоция да кепті, яғни пайда бопты. Жатып ап сотқы шықлайды. Шын мәнінде пультты басқарады екен телефонымен. Вэл Райлиге барлығын көрсетіп қыздармен таныстырайын ба дегенде қыз келіседі әрине. Бірақ оған не құрбыларын, не Вэл мен үлкен қыздар таңдау керек.
Күйгелектің кесірінен Райли Вэлді таңдайды. Ол болашағымызды жасап жатырмыз деп қояды. Ностальгия деген апада бар екен штаб пәтерде. Вэл Райлиді раздевалкаға алып келеді және құрбыларымен таныстырады да бізбен бірге отырасың ба дейді. Шаттықтың арқасында ол құрбыларымен отыруды шешеді. Бри мен Грейске олар TikTok түсіреді. Сол кезде бапкер кеп қалады. Үш қыздан басқасының барлығы тынышталады. Содан бапкер ашуланып барлығынан соткаларын өткізуді талап етеді. Бәрі Райлиларға риза емес. Грейс бапкер серьезный ғой өзінше деп үшеуі чиқылдап күле бастайды. Өйткені пультта Шаттық. Бапкер мұны байқап барлығына жаза тағайындап, оларды жазалайды. Сосын демалуға келгенде Райли өзі туралы оны командаға алмайды ғой мына түрмен деп жатқанын естіп қалады. Бұл Вэлдің командасы екен. Вэл Райлиді жақтайды, қалғандары жоқ. Пультке ұялшақ жатып алады, оған қайғы-мұң қосылады. Күйгелек идея ұсынып, Райли Вэлға барып қатты ұялып тұрғанын, бүкіл командаға зиян тигізгісі келмеген мойындайды. Вэл, бапкер саған қатал қарады, демек сен оның көзіне түстің, яғни ол сенен команда ойыншысы көреді деп оны жандандырады. Күйгелекке бәрі шапалақтауда. Алаңда бапкер қыздарды екі командаға бөледі. Құрбылары тағы да бір командада дейді Райлиге. Бірақ ана жақтан Вэл да оны шақырып жатыр. Қиын болайын деп тұр ғой. Күйгелек сана сезім гүлін жұлып ап қоқысқа лақтырып жібереді. Содан Райли Вэлді таңдайды. Құрбылары түсінбей қалады. Күйгелек жаңа сана сезім гүлін өсіретіндерін айтқанда біздікілер келіспейді. Алайда оларды ұялшақ ұстап алып, жаңа эмоциялар бұрынғыларды банкіге қамап қояды да төменге жібереді. Содан жаңа эмоциялар наным-сенім жүйесіне түседі. Жаңа естеліктен гүлдің бастамасы пайда болады. Біздің бұрынғы эмоциялар тобын полиция сейфке алып кеп қамайды. Бұл жерде Райлидің барлық құпиялары сақталады. Мынау Райли қарағанды ұнатқан балалар бағдарламасындағы Блуфи екен. Саяхатшы Дара, Даша, Алға Диего деген сияқты мультфильм ғой. Шаттық одан көмек сұрағанда Блуфи көрермендерден кім бізге көмектеседі деп сұрайды. Ол жерде сондай-ақ бір жігіт бар екен. Бұл компьютер ойындағы кейіпкер краш жігіт Ланс. Оның супер соққысы онша емес екен бірақ. Ал оның артында бір ужастик. Ол болса Райлидің ең қорқынышты құпиясы. Лансқа ең қорқынышты құпия көмектесіп біздікілер банкыдан шығады. Блуфи «Ау, бананчик» деп айтыңдаршы деп, оның сөмкесі тіріледі және үш зат ұсынады қашу үшін. Ашубек «Ой, бала болмаңдаршы» деп, олар сейфтен шығады. Бірақ ең қорқынышты құпия сонда қалуды шешеді. Опана, полиция келетір. Ланс өз супер соққысын іске қосады. Жандарынан өтіп кетеді, Швабраға соғылып, Швабра біреуісінің басынан ұрады. Нәтижесінде полицейлер өздерін қамайды. Сөйтіп біздікілер шығып, Ашубек штаб пәтерге бару керек дейді. Бірақ Шаттық сана сезім гүлін табуды айтады. Сол кезде полиция көріп қойып, олар қашады. Шаттық сана өзені арқылы сана сезім гүлін табамыз деп жоспармен бөліседі. Алайда лабиринтте олар тупикқа тіреледі. Күтпеген жерден Райли ерте оянады. Күйгелек оны ерте тұрғызып, содан Райли жаттығып жүр екен таң атпастан. Оған Вэл қосылады. Ол Райлиға кешке пиццаға тапсырыс беріп, қыздармен отырамыз, кел дейді. Шаттықтар сана өзеніне келіп пиццаға отырайын дейді. Бірақ қайғы-мұң қоқыс жақтан штаб пәтерге өздері орала алмайтындарын еске салады. Біреу пульт арқылы оларды шақыртуы керек. Штаб пәтерге кім барады деп нәтижесінде қайғы-мұң баратын боп шешеді. Олар рация тауып қайғы-мұң трубамен өрмелеп кетеді. Вэл Райлиге батончик ұсынады. Қызғаншақ бұл батончиктің дәмі картон сияқты ғой дейді. Бірақ Вэлға жоқ деуге болмайды деп, қыз оны әрең жейді. Сана өзені арқылы коробка брокколи келеді, өйткені қысқысы кеп әрең жеп жатыр батончикті. Дәмі коробка сияқты дегендей ше. Біздікілер брокколиға отырып жүзеді. Күйгелек естеліктерді наным-сенім жүйесіне әкеп, жоғарыдағы сана сезім гүлі аздап өседі. Райли гол соғып, командаластары оны мақтайды. Ойыннан кейін олар бапкердің кабинетіне кеп, бір қыз анау қызыл блокнотқа бапкер Райли туралы барлық нәрсені жазатын айтады. Команда қалама алмайма дегендей. Вэл мән бермеуді айтады. Бірақ күйгелек пен қызғаншақ білгілер келеді ішінде не жазылған. Сосын қыз оларды қуып жетіп, өзін қалай ұстауды білмейді. Бір кезде қыздармен қосылып күлем деп ыңғайсыз жағдайға қалады. Сол уақытта Шаттықтар әлі жүзіп келе жатыр. Райлиден қыздар ұнайтын тобың бар ма деп сұрайды. Райли 91 деп жауап береді. Вэл, мен де оны тыңдағам кішкентай кезімде дейді. Ой, бұл деп күйгелектер музыкалық естеліктерді шақыртады. Олармен бірге қайғы-мұң келеді. Жеткенде ол технична кетіп қалады. Музыкалық естеліктерде үлкен қыздарға ұнайтын музыка жоқ болғандықтан зеріккіш араласып, Райли 91-ды жақсы көрем деп сарказммен айтады, мазақтап топты жамандағандай. Соның салдарынан Шаттықтардың алдында жер жарылып, оларға өзеннен шығуға тура келеді. Шаттықты Ашубектер шығарып алады. Бұл сарказм тұңғиығы екен. Тұңғиықтың арғы бетіндегі қызметкерлерден бізге сендердің көмектерің қатты қажет деп көмек сұрағанда, оларға бізге сендердің көмектерің қатты қажет деп естіледі. Содан олар ренжіп кетіп қалады, мазақтап жатыр деп.
Райлиге құрбылары кеп, 91-ды шынымен жақсы көресің ғой, концерті кайф еді ғой дейді. Райли, о, я, супер кайф деп сарказммен айтады. Содан құрбылары кетеді. Вэлдар ертең ойын болатын айтады. Сол ойында Вэл бұрын 2 гол соғып, осылайша оны командаға алған екен. Бұл Райли үшін зор мүмкіндік болайын деп тұр. Шаттықтар жаяу жүріп келатыр енді. Шаттық жоғарыға шығу керек деп техниканы қолдануға тырысады, бірақ одан пайда жоқ. Содан шаттық мұңайып қалады. Райлиге біз керек емеспіз дегендей. Ашубектер оны жандандырып, қызметкерлерден шлангыны жұлып алып, олар жоғарыға шығады. Жоғарыдан олар сана сезім гөлін көріп, сайқа қарай жол тартады. Күйгелік көптеген естеліктер төменге түсіріп, нәтижесінде оранжевый сана сезім гүлі пайда болған. Күйгелек пен қызғаншақ ертең бізде маңызды ойын деп жатыр. Бірақ олар тыңдап жатқан ұялшақта, зеріккіште жоқ. Ұялшақ кітаптың құлағанын байқап барып қараса, бұл қайғы-мұң. Бір қызығы ол оны сатпай жақсылап жасыруды шешеді. Шаттықтар қиял әлеміне келеді. Бұл жерде Крашмар тауы пайда болыпты. Бағанағы Ланс қой анау. Өсектер диірмені бар екен. 4 эмоция жастық қамалына кіреді. Онда күйгелек сөйлеп жатыр. Сәтсіздіктерді қиялдаңдар, сол кезде біз соған дайындалып аламыз деп. Жиркеншек, о жоқ, күйгелек Райлидің қиялын оған қарсы қойып қойды дейді. Сол жердегі қызметкерлер сурет салып отыр. Бір қызметкер кеткенде шаттықтар оның орнына отырып, жақсы суреттер салады. Күйгелек ол суреттерді көріп таңғалады. Ұялшақ техничный жақсы қиялды Райлиге жібереді. Бір кезде күйгелек позитивті суреттерді шаттықтар салып жатқан түсінеді және полиция шақырады. Қызметкерлер шаттықтарды көріп қуанып шок болады. Шаттық оларға күйгелекті тыңдамауды, ол Райлиді қинап жатқан айтады. Алайда пультта ол отырғандықтан шаттықты ешкім қолдамайтын секілді. Бірақ бір қызметкер оны қолдайды. Кейін қалғандары да. Райли тынышталып ұйқыға кетеді. Суретші қызметкерлер барлығын қиратып, жастықпен ойнауға кіріседі. Күйгелекпен байланыс үзіледі. Уиу деп полиция кеп, біздікілер қашады. Және болашақ мамандықтар шеруіне жетіп, жоғарғы сот шарымен ұшып кетеді. Күйгелек пен қызғаншақ бапкердің әлгі қызыл блокнотын оқу керек деп шешеді. Бірақ Райли барғысы келмей тұрған секілді. Эмоциялардың әсерімен ол бөлмесінен шығады. Қайғы-мұң шаттықтармен байланысып оларға күйгелек Райлиді бапкердің кабинетіне жасырынып кіруге мәжбүрлеп жатқанын хабарлайды. Шаттық бұған жол берме дейді. Содан ол ұйқыға кеткен зеріккіштің соткысының көмегімен блокнотты оқығалы жатқан Райлиді тоқтатады. Зеріккіш смартфоным жоғалды деп жынданады. Кітаптардың артында қайғы-мұң жоқ. Ұялшақ уф дейді. Алайда сұмырай күйгелек оны ақырында табады. Содан Райли блокнотты оқи бастайды. Бапкер Райли әлі дайын емес деп жазыпты. Күйгелек қайғы-мұңды шелекке сап қамап қойып, бұл мәселені шешу үшін идеялар шақыртады. Содан идеялар нөсері жауады. Тіпті құйын пайда болады. Шаттықтар соған кіріп кетеді. Бір кезде үлкен оранжевый идеяны шаттықтар ұстап, сонымен бірге ұшып құйыннан шығады. Алайда трубада симай қап, идея кетіп, өздері қалып қалады және төмен құлайды. Бақыттарына орай қорқыныштың парашюті бар екен. Сөйтіп қонған олар қоқыстағы сана сезім гүліне жүгіреді. Райли раздевалкаға кеп, шие дәмі бар сусынмен шашының бір бөлігін қызыл қып бояп алады. Вэл кеп мәссаған деп жымияды және сәттілік тілеп кетеді. Күйгелектер Вэл 2 гол соқса, біз 3 гол соғамыз дейді. Шаттықтар бір белесті бағындырып жеттік-ау дегенде алдыларында тағы бір тау тұр ғой, қоқыс тауы. Күйгелек естелікті наным сенім жүйесіне алып кеп, оранжевый гүл күшейе түседі. Бірақ гүлдің түпкі наным сенімі, мен жеткілікті күшті емеспін. Күйгелек бұл күштірек болуға болатын білдіреді деп қояды. Ұялшақ капюшонын шешіп қайғы-мұңды босатады. Ол пультке жете бергенде шаттық рациямен сөйлеп қап, күйгелек естіп қойып тұрбаны сындырады. Содан барлық тұрбалар құлайды. Шаттық тізесіне отыра қалады да мұңайып жылайды. Райли ойынды мен жеткілікті күшті емеспін деген сеніммен бастайды. Және пас берудің орнына қақпаға барып гол соғады. Енді 2 гол қалды. Достары шаттықты жандандырады. Ашубек, ау, бананчик деп идея ұсынады. Банан сөмке жетіп келеді. Бірақ ода динамиттен басқа ештеңе жоқ. Райли өзінің командаласынан шайбын тартып алып, гол соғады. Соңғы 1 гол қалды. Шаттықтар көптеген динамиттерді жарып, қоқысқа тасталған естеліктер ағыны басталып, 4 эмоция ағынға отырып, деп кетеді. Райли болса 3-ші голын соға алмай жатыр. Кезекті шабуылында қыз біреуді қағып түсіреді жосқа. Бапкер 2 минутқа алаң сыртына шығуды бұйырады. Соққан адамы құрбысы Грейс болыпты. Райли алаң сыртына шығып, мазасызданады. Өйткені күйгелек пультта жағдайды түзеуге тырысып жатыр. Шаттықтар наным сенім жүйесіне жетеді. Райлидің жүрегі ауырып жатқандай, күйгелекті басқару мүмкін емес. Ұялшақтар оранжевый гүлді алып тастауға тырысуда. Оларға шаттықтар қосылады, алайда бұлардың күштері жетпейді. Содан шаттық күйгелек құйынына кіріп қараса, ол голограмма сияқты болып кеткен, ұсталынбайды. Шаттық оған Райлидің қандай болатынын сен шешпейсің, жіберетін уақыт келді деп күйгелектің көзінен жасы ағып,
Ол пульттан қолына алғанда шаттық оны құйыннан алып шығарады және оранжевый гүлді алып олар көк гүлді орнатады. Алайда құйын кетпей жатыр. Күйгелек шаттықтан кешірім сұрап, сен дұрыс айттың. Райлидің қандай болатынын біз шешпейміз деп тіл қатады. Шаттық естеліктерді сұрыптап, ұнамағандарын қоқысқа тастаған есіне алады. Бағанаға қоқыс естеліктердің қосындысынан жаңа гүл шығуға дайын тұр. Содан шаттық көк гүлді алып тастап, орнынан неше түрлі наным сенімдері бар гүл шығады. Шаттық гүлді құшақтап, қалғандары да оған қосылып, құйын басылады. Райли тынышталады. Көзін ашса, құрбылары оның жағдайын сұрап келіпті. Райли, кешірім өтінемін. Сендер менімен құрбы болғыларың келмесе, түсінемін әрине. Дегенмен күндердің бір күні кешірерсіңдер деп үміттенемін дейді. Достары оны әрине кешіреді. Райли жылағысы кеп, оларды қатты құшақтап алады. Эмоциялар тамсануда. Ойын әлі аяқталмады ғой. Райли күнге қарап демалады. Райли шаттықты шақырып жатыр пультке, басқарсын дегендей. Содан шаттық басқарып, Райли күлімсірейді және ойынға кіреді. Оны шаттық бір қалыпты, әдемі басқарады. Тіпті Грейсқа қарап қояды біздің қыз. Эмоциялар шаттықтың басқаруындағы Райлиге қарап қалыпты. Райли Велдер мен бапкер қашан тізімді шығарады деп күтуде. Жаңа командаға өткендер тізімін. Шаттық күйгелекті тыныштандырып, массаж креслосына отырғызып, шай ұсынады. Ашубек бананчикпен дос болыпты. Райлиге хабарлама келеді. Бұл Бримен Грейс екен сәттілік тілеп жазып жіберді, good luck деп. Тіпті ұялшақ сөйлеп кетеді ұялмай. Бірақ бәрі таңғалғаннан аузын ашып үндемей қалған соң ұялып қалады. Ұялшақ қой енді ол. Эмоциялар Райлиді жақсы көретіндерін өзара мойындауда. Кенет Райлиге хабарлама келді. Бапкерден болуы керек. Кейінірек үйде анасы қызынан барлығы қалай өткенін сұрайды. Зеріккіштің көмегімен қыз бәрі нормаль деп жауап береді. Анасының эмоциялары ашуланады. Нормаль? Дұрыстап егжей-тегжейлі айтпай ма деп. Әкесінің эмоциялары, норм болса норм деп, екінші тайм көруге кіріседі. Кейін шаттық ең қорқынышты құпияға кеп, одан не жасыратынын сұрағанда, ол кілемді күйдіріп тесіп қойған айтады. Шаттық, ой солақ па, мен біздің бассейнге сүйіп қойғанымыз есіме түсірсем дегенде, дәу қайтып сейфқа кіріп кетеді ойбелеп.